Кеш жарық достар, кеш жарық жайдарман сүйер қауым. 25 қазан Республика күніне орай ұйымдастырылып отырған Түркістан облысы әкімінің жүлдесі үшін өткізілетін республикалық сайысқа қош келдіңіздер. Біле білген жанға жайдарман ол жастар, жайдарман ол мереке, жайдарман ол думан, жайдарман ол отбасы, жайдарман ол өмір. Ендеше осындай үлкен үмітпен келген жастар Түркістанда бас қосты. Сонымен қатар шығармашыл жастар атынан барша түркістандықтарды 5 жылдық мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Бүгін сондай үлкен мереке болғалы тұр. Ендеше бар жандарды жаулаған жайдарман ашық. Бір, 2, 3, 4, 5. Мынадай микрофонды көрмеген. Қандай керемет Түркістанда бар. Қымбатты достар, Түркістан облысы жастар ресурстық орталығының 25 қазан Республика күніне орай ұйымдастырылған Түркістан облысы әкімінің кубогы сайысы басталғалы тұр. Бүгінгі сайысқа түсетін командаларды бағалайтын қазір алқасымен таныс болыңыздар. Құрамында Түркістан облысы жастар ресурстық орталығының басшысы Ернар Бектаев, айтыскер ақын Бегарыс Шойбек, дзюдодан Азия ойындарының чемпионы, қазақтың батыры, қазақтың мақтанышы Дидар Хамза. Ардагер жайдарманшы, Түркістанның намысын бірнеше жерден қорғады. Түркістанский сериал YouTube жобасының актері Өйде Жанболат Доспол. Бизнес Тенс жастарға арналған бірегей стартап жоба құрылымының авторы, жайдарман жанашыры, жастар жобаларын қолдаушы Нұржан Қожабек. Және де Шымкент қаласы Түркістан облысының жайдарманына жауапты, қысқа нұсқа толық Марат Қамбарұлы. Қымбатты достар, бүгінгі сайысқа еліміздің түкпір-түкпірінен бірнеше команда келді. Барлық командалар телевизиялық жобада жүрген командалар. Барлығын танисыздар. Қазір әр команда шыққан сайын Түркістанның ыстық ықылас шапалағын бірге ұсынып отырыңыздар. Біз міндетті түрде күтеміз. Олай болса сайысқа кезек берейік. Шымкент қаласы республикалық Астана ашық лигасының финалистері Жеки Шаңырақ. Енді біз өзіміз бөлінбейміз да, Құдай бөліп тастаған бізде. Оңтүстік Қазақстан республикасы қылып, бізді Совет үкіметінің тұсында бөлген. 15 республиканы бөлмеген, ішінде емін Шымкентті бөлген, Техасты. Иә, бізді жақсы көрмейді, оны шынын айтайық. Қай жақтансың де, Шымкенттен десе, ай-бай дейді бәрі. Сары жасыл қызыл көк түсті нот адамыз, қара кет адамыз, қара лент адамыз, тайтрайынға досым ағайында. Түркістан әкімінің кубогына келдік қой. Ассалаумағалейкум Түркістан! Міне, рахат ойбай! Түркістан ойбай мөлдіреп отыр, өзір болып қалады, өзі мөлдіретін жігіттер, Түркістанға келгеннен кейін бірден жақсы жаңалықтан айтып. Мұрат Әбділда жақында мерзімінен бұрын түрмеден босап шықпақшы. Ой, оны шығармаса да болмай жатыр дейді ғой. Іш толып қалған дейді ғой, адам бір сойға барып жатыр дейді. Күт тоқташ. Мәкеңді оған бола шығарайын өткен жоқ екен ғой. Неге шығарайын деп жатыр екен? Өткенде іште концертте ішіп алып, массивті боқтап қойған дей ма? В общем, мәкең ішке де сыртқа да сыймай жатыр десең. Мынау шешеңе рахмет, кеше Түркістанға Бурак деген біреу кепті, аспазы анамен түрік көрмеген адамсыз суретке түсіп жатыр дейді ғой. Өзіміз небір жігіттер бар, сақал бар, Әбжаппар тәдеме ма, звондаңдаршы, кім бар сақал бар? Жанболат тәдем ба, нәжет, ұстаздарға звондаш ма? Ұстаздың өмірі.
Барып атыр. Алды дейді. Бисмилля. Ұстаз деді, ассалаумағалейкум. Қандайсыздар? Бурак деген біреу келіп Түркістан, соны өзіңіз. Болды. Не дейді? Ой, мынау физикадан береді мұғалім. Бір бөле ғой, ұстаз дедім ғой мен саған. Рахмет, ендіше чемпионы көрседі, тәте болып қылатын ақшы бетте. Рахмет достар. Алғашқы әзіл мүлдем әскер жоқ, хандық. Хан ием, елімізге жау шапты. Иттерді босат. Африкадағы музыка забағы. Нан аш көтер. Нан кең ал диапазонды. Бәріміз бірге. Рахмет достар. Құрмет достар, бұндай да болады екен. Жынның ішіне адам кіріп кетсе. Адам көп жүретін жермен жүрме дедім ғой саған, айуан, кесенеге жолама. Күлмен жүрсей, күлмен. Құрмет достар, Ихан ауылындағы кинорум. Я переписываю прошлое, но уже не важно, что могло пойти иначе, так ведь? Звондап қалады. Інім нағылдың 10 минутқа беді ғой. Тамыр 10 минуттан кейін звондаймын, қойындашы нағы біз. Ставкаға қатты кіріп кеткен құда. Құда қалың малды қалай берейін? Теле2-ға платеж баудыраса шықты. Адам болған соң көзімізге елестеп жатады. Сонымен елестердің де көзіне елестейтін кездер болатын шығар. Папа, мен ғой? Сен ба, дауыс шығарып жүрш, адам ба деп қабатырым көз. Түркістандағы ең бәлеқор екі адам соттасып қалыпты. Болды, қойшы, сот болмайды, сот отказ. Не болады енді сот мырза? Не болғанда соттайын десем, мыналар ақталып кетіп жатыр ғой, Мұрат Абділлаға 2 жыл қосасылам. Құрмет достар, жақында Түркістан қаласында жаңадан жағажай ашылған болатын. Негізі осы ойын дәл сол жерде болу керек болған. Сонымен Қазылар алқасындағы Жанболат Досболов ағамыз сол жерде қала әкімімен кездесуде. Ой, әкім мырза, ассалаумағалейкум, қалай сабансыз? Мен есім Жанболат болады, осы Жайдармандағы адамым ғой. Мен есім Дархан, облыс әкіммін. Қай әкім? Ойнап жатырмын, ойбай. Осы жағажайымыз әкім мырза, көріп тұрған шығарсыз. Баяғы енді бала кезде суға тас лақтырып, андай бетінде сырғытып ойнайды, жалпақтастырып кәкіріз. Атып көрсеңізші, сергіп. Ой, 1, 2, 3, 4, 5. Ой, әкім мырзам, зор адат та. Енді бір атып көрейін, 1, 2, 3, 4, 5. Ой, мен сізден асамадым ғой, әкім мырза. Ой, осы енді өзде жағажай. Көріп тұрсыз ба? Енді жақында ойын өткізейін деп атсыз, соң қанша ақша бөлейін деп атсыз? Бір 50 миллиондай бөлсек па деп. Мына таңғалып атқан кісінің атын айтпай қойын, танып тұрған жерсіз. Есен аға ғой, Есен аға. Рахмет. Жігіттер, бүгін қарсыластарымыз, жоғарғы лиганың командалар, аналар сұмдық, мықты, жаман. Сосына Қазылар алқасы бізді жас команда деп кубокты бермей қою мүмкін. Мықты дейсің бадылар. Сен ютубты ашшы, брат, өтініш. Ашын салды. Бітіренде деген байқамай басшы. Бірінші орында кім тұр? Азаттық, ау, Азаттық,
Аналар жаман мықты намен болмайды. Мықты дейсің ба? Сен мына жерде кімдердің отқан білесің ба? Талай баланың батасымен бағын ашып жүрген Марат дәдем отқан жоқ па? Мына жерде тепсе темір емес сүйек сындыратын Дархан дәдем отқан жоқ па? Мына қай сыраның дәмі қандай екенін білетін Жанболат дәдем отқан жоқ па? Кешегі мына айтқан сөзі сау сүйекті сырқырататын Бекарыс дәдем отқан жоқ па? Мен сондай кісілер отыр бұл жерде. Бұл кісілердің алдында әділдік бір нәрсе деп сөйлеме. Көрдің ба? Рахмет, құрметті достар, сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен жеке шаңырақ құрамасы Шымкент. Соңғы ойын, мынау Шымкенттен жалғыз командамыз. Жас деп елемей қалмаңыздар. Сон бір нәрсе қыңыздар, ақша ұтып бәрін қайырымдылыққа береміз біз. Сондай жанашырларымыз. Рахмет. Көп рахмет. Марат, мен андайға қуандым ба? Жанболат түсінікті. Жақсы. Жалғастырайық, кезекте тағы бір оңтүстіктің командасы. Биылғы жылы Қазақстан КВН одағында 5 аймаққа бөлінген номад лигалар болған. Оңтүстік номад лигасында Қызылорда, Түркістан, Жамбыл облыстары және Шымкент қалаларының командалары қатысқан. Сол лиганың биылғы чемпиондары Тараз қаласы Ою құрамасы. Айналымда толып жүр қыздар, білем бәрі де сұлулар. Бірақ менің жүрегім жаулап алған бір қаншайым бар. Сұлулардың ішінде бір сұлу жүректе, ол қыз мені байлап ал. Түркістан қыздар, кайф болып тұрың. Айнұр, саған Түркістан кайф алатын жер емес. Керісінше, кезінде біліп-білмей кайфовать еткен күндерің үшін кешірім сұрайтын жер. Кеш жарық Түркістан! Енді бұл артта түсініңіздер енді. Тараздан сәл бір құттай шықса, бір бұзылғылары кеп тұратыны бар енді. Жоқ, біздің Таразда да бұзылуға болады, бірақ ол нәрсе мүмкін емес. Бұзылам деп Тараздың мына басына шықсаң, Айша бейбі кесене қарап тұрады. Қалай бұзыласың? Оны қойшы деп Тараздың мына басына шықсаң, Қарахан баба кесенесі ғой. Вообще шанс жоқ. Тараздан шығып кетейікші деп бұлай тіке ұра берсең, киелі Түркістан шығады. Жолымыз болмай қалған ғой, Мына біздің жолымыздың болмай қалғаны соншалықты Түркістанға кесене көреміз ба десек, кесене емес, квест болып отыр ғой Түркістан. Келе салып бір кесене көру үшін екі тастың ортасынан әрең дегенде өттік. Бір құдыққа бір шелек лақтырып, одан су шықпай, пейіліміз жаман ба деп бір қайыққа отырдық. Енді қайықта қызық басталды. Венециядағыдай күй тыңдап жүрдік та, кесенеден бірақ шығып едік. Кесенелерінде ремонт болып жатыр ғой, Қайдағы ремонт, ол кесене ғой, Айнас? Кішкене реставрация істеген ғой. Қаяқтың реставрациясы? Ол саған реставрация істейтіндей отель емеді қатырасың. Жарайды. Сосын не болды? Сосын қызық болды. Артында 3 түйе бар екен ғой. Сол 3 түйеге міндім да фотоға түсіп алдым 5000 теңгеге қызды. Қыздар, оның бәрін қоя беріңдерші. Таразда бастырылмаған Түркістанға келе салып бастырылып қалғансың ғой. Сен қалай бастырылып жүрсің сонда? Түсінде адам қызым шашынды жина деп аян айтып кетеді ғой. Қалай сонда сен киелі Түркістанға кеп бастырылып қап тұрсың? Сенің бір жерің не тоғуында, Айша? Қыздар сосын тұрында атама звондадым. Алло, ата? Сен атаң тірі ма еще? Тірі ғой. Енді оны аян берді деп айтпайды ғой тірі болса. Білмеймін ғой, енді түсімізге аталар кірсе аян берді демей ма? Ендеше түстерінде аталарын емес аян төлеп бергенді көргісі кеп жүрген тараздықтар кетті. Ойнайды жанарларда, жан жайнайды жаңарғанда. Түркістан ескі қала және жаңа қала болып екіге бөлінген болатын. Көреміз, балалығы қалмаған екі әкім. Мына жерден ас кетпе, сен де ас кетпе.
Әже тәрбиесін көріп өскен қыз жігітімен. Төмен сасы, жоғар. Ошер, жәнім. Тамашалаймыз Түркістандағы отбасы. Балам бар, құдықтан су алып кеш. Мама, құдықтан су бермейді. Ой, тағы өзім баратын болдым ба? Пейіліңді жөндеші сен бала. Да Винчикте танысқан қыз бен жігіт. Атым Марсель, жасым 21-де дейсің ғой балаға, Жастайынан терме тыңдап өскен қыз көшеде. Талай жерге барып көрдім. Егерде 17-ші ғасырда радио болса, қалай болады екен? Қайырлы күн. Әуе толқынында Аңырақай радиосы. Бүгінгі күннің күн сауалы Шыңғысхан қазақ па, қазақ емес пе? Дұрыс тапқан тыңдармандарымызға Қорқыттың концертіне 2 билетіміз бар. Біз орайда осы бізге келіп түскен хат бар екен. Біреуге аға, біреуге іні, біреуге аяулы жар, біреуге қолбасшы, біреуге жау. Қабанбай батыр 50 жасқа толып отыр екен. Құттықтаушы роднойлары Бөгенбай, Наурызбай, және де жылқысы Қубас. Ендеше туылған күн кезіне арнап Ғайсхан Шекербековтың еркекпін мен әнін қабыл алыңыздар. Ақшамдар жанып, аспандар жарық, ғажайыпқа бөлейді түнгі шырай. Болыпса шіркін, жолықса Рахмет. Мұна біз тараздықтар қайда жүрсек те өзіміздің қолымызды бос апармаймыз. Бүгін біз сіздерге өзімізбен бірге пакет алып келдік. Бірақ бұл пакет бос қайтпау керек. Сіздермен бірге сонау 2000 жыл тарих. Әшейін тараз дей берші. Рахмет, Түркістан. Сен бе жаққа тұрса да қым шамықтап, әуредет ішіне қолықты сақтап, өзіңе сен өзіңді алып шығар еңбегіңмен, ақылың екі жақта. Бәрекелді, рахмет. Жалғастырамыз. Енді республикалық жоғары лига ойындарына қатысушы топтарға кезек береміз. Плей-офф кезеңдеріне жолдама алған топ Шымкент қаласы Абырой Жайдарман тобы. Ашылады, командалар әзіл шашады, Жайдарманның жанашырлары, Абыройдың қолдаушылары. Көрерменнен күлкі ашылады, командалар әзіл шашады, Жайдарманның жанашырлары, Абыройдың қолдаушылары. Міне жігіттер, Түркістандамыз. Түркістан күннен күнге дамып жатыр. Бұрын Түркістан қандай еді? Бұрын кәдімгідей жоңғарлармен шайқасып жүреді ғой, ұрып кәдімгідей. Сен артқа қатты кетіп қалдың, сен сәл жақындаш бері қарай. Түйемен жүретін еді ғой, сәл бей. Әлде де жақындаш бері. Машиналар ұшып жүретін еді кәдімгідей. Сен алға кетіп қалдың. Айта алмайсың кәдімгідей, бірақ дамып баратыр ше кәдімгідей. Қайырлы кеш, Түркістан! Шынында да Түркістан көне қалай, ә? Көне ештеңе жоқ, нормальный қалай. Кесенелері бар ғой бердің? Кесенелер 2-3 ақ қой. Сендер анау ескі үйлерді көріп кесене деймін деші. Ананы ше кәдімгі сыртын ремонт болсаң, зор үй анау кәдімгі. Мұнан қарыңдар жігіттер, зал лық толы әдемі қыздарына статистикалық мәліметтерге сүйенетін болсақ, әлемдегі ең әдемі сұлу қыздар осы
күтудіңіздер екен. Тағы да бір статистика сүйенетін болсақ, жаңа ең аңқау, ең сенгіш қыздар жаңа қыздар екен. Неге? Жаңа сен әдем деген сен қолын алар. Мына енді Түркістанға келді. Түркістан мәдени қала, мәдениетті қала, қарап тұрсаң біз. Нұран, не пысқырып тұрсың? Мәдени қала деп айтып отырмын ғой мен. Ана қыз өзінше болып тұр. Әдем дегенге сықырсам қарамай тұр ма? Ол сықыранға қарамаған ол неге? Өзіншелікке жатпайды ол. Ол деген тәрбиелікке, имандылыққа, мәдениеттілікке жатады. Қош? Жаңа сықырған қараман тәрбие жатамасың ба? Тәрбие жатады. Тәрбиенің бәрі менде жатыр екен онда. Неге? Кеше Түркістанда жолдың астына келіп баратса, қап-қараңғыда. 4-5 бала сықырады, қарамай. Неменеге қарамайсың? Тәрбиелім ғой мен. Тәрбие көргенмін. Кетіп барады, ана балдар сықырып қоймай жатыр маған. Құрсын қарай салайшы дедім. Сен тәрбиемді салды ана жерде. Қой дедім. Қарама сен тәрбиесің. Не деген тәрбие да менде? Ол тәрбиелеген болса ойым. Не ол? Сен чортсың, қорқа. Мынау қазір айтпақшы, құрметті қазылар, қазір мынау сырттан келген командалар бар, Оралдан келген, Аржақтан келген командалар бар. Түркістан мынандай, әкімі мынандай деп мақтайды. Кеше бізден сұрап жүрген олар, ештеңе білмейді олар. Қазір алданып қалмаңыздар, жәке алданып қалсақ, бірдеңе әпереміз десеңізші. Бізде отпайсың мәңге қазір. Ең араған жаңағы сол алдыңызда сол алданып қалады ше кәдімгідей. Өзіміз ақ қалайық бірдеңе, дұрыс па? Енді берсе қонақ деп сыйлап беріп отыр ғой енді қонаққа. Ар жақтан сұрай ма? Қонақ сыйладың деп сұрай ма? Көршімен қандай болдың деп сұрайды сүмелеп. Көршімен нормально болу керек. Сақынада көршілеріңіз. Turn that music up. Рахмет. Қайырлы кеш достар. Түнгі сағат 3 Түркістан облысының әкімі үйінде. Отаға жүріңіз жатсаңызшы, ұйықтасаңызшы. Бірінші халқым ұйықтасын. Жүріңіз жат демалсаңыз, шаршап қаласыз ғой. Халқым ұйықтасын. Жүрсеңіз жатсаңызшы. Жаңа дизель ішкем жүрек дүрсілдеп бачық болады. Қыздар, сіздер суретке түсіп жатқан кезде өз кемшіліктеріңізді білдірткілеріңіз келмейді. Әдемілеп баш, ақа, әдемілеп. Ақа, кән. Түсірдің ба? Түсірдім. Кән. Дұрыстап алса, немені бәле анау? Нағып бүйт жүрсің сен? Аяғым үйіп қалды тесіп. Мектеп, 100 аурухана, 100 бала бақша жобасын ақылдасып отырған ағалар. Ақыры бәрі 100 болып отырған, 100 грамм ауыр жіберейік әні. Карта ойнап жатқан кезде өз эмоцияларымызға ерік беріп жатамыз. Мә, бас ал. Мәйер. Мә. Мәйер. Мәйер. Мә. Мәйер. Мә. Қой тұр. Бассай. Қой тұр. Бассай. Не алды? Қолым шығып кетті, қой тұр. Менде қара-қара көзілдірік бар, менде қызыл тақта көп бар, менде копейка бар, еще такой, менде қара-қара көзілдірік бар. Барлығыңыз білетіндей ең суық өлке ол Антарктида. Сонымен көреміз, Антарктидада болып жатқан сабақ. Бір ертерек сабағымызды айтып қайтайық. Кім дайын бүгін сабаққа? Тұр рахат айта бер. Рахат қатып қалды дейді. Қатпаса жылы бөлмеге апарында. Бүгін енді ертерек жазып сабағымызды жазып қайтайық балдар. Сентябрьдің апай қатып қалды. Жылы бөлмеге апарайды бе? Нұрғанат, сен де қатып қалдың ба? Нұрғанат, сен де қатып қалдың ба? Нұрғанат, шынысы ма, апай ғой? Дейсіз деп атыр маршын. Нұрғанат, қойсай дейін болды ғой? Әдей деп айтты, отаған қойсайын. Рахмет. Құрметті көрермендер, біз осы уақытқа дейін қаншама осындай әкім көктеріне қатыстық, бірақ бірде-бір орын алмағанбыз. Бізді қонақ деп ешкім сыйламаған. Өтірік айтпай, сондай жерге барған жоқпыз. Жылауытта білмейсіңдер осыны деп ше. Айтпақшы, біз жақында Түркістан облысының командасы болып қалуымыз мүмкін. Сізбен бірге болған ауырай құрамыз. Рахмет.
Қымбатты достар, бүгінгі сайысымыздың арнайы қонақтары бар. Түркістан облысы әкімінің орынбасары Жайдарман Жандашыры Тәжібаев Бейсенбай Дәулетұлы ортамызда келіп отыр. Бәке, қош келдіңіз. Баяғыда жас кезде талай Жайдарманды бірге бас қосқан едік, енді заман өзгеріп жатыр, дұрыс. Жалғастырайық. Ортада тағы бір қонақтарымыз Алматы қаласы Республикалық жоғары лига ойындарының плей-офф кезеңіне өткен Алатау СЮ. Түркістан, киелі-меке, руки выше, еще выше, ерке екқабат. Алматыдан кеп тұр, қазылар алқасы бірден келісіп алайық, ақша бізге керек. Біз Алматыда өмір сүру қиын, тамақтар қымбат, датаво қымбат. Қараңыздар мені, мына қошы бар, Төреғалидың өзі дворник болып істейді бізде. Ассалаумағалейкум, Түркістан! Жігіттер, естіңдер ма? Қытаймен граница жабылайын деп жатыр. Қаншама қандас бауырларымыз қалып қойды. Соның бәрін қалай алдыртамыз? Пиндоудомен алдырып аяқты. Кеше айтпақшы, Түркістанға кеп фигурасы 1045-86-97 қызбен танысын. Не істедің? Не болды сонымен? Бытшыт болды. Жігіттер, мен қазылар алқасында бір жігітке ғашық болып қалдым. 1 минут бола ма? Давай. Ғашықпын жаным тек саған, ғашықпын жаным тек саған. Мыңдардан жалғыз таңдаған, мыңдардан жалғыз таңдаған. Серік болшы сен маған. Жанболат аға, мен негізі ұялып тұрмын. Мен негізі Марат ағаны жақсы көретін едім, гүлді беріп жібересіз ба? Ғашықпын жаным тек саған, ғашықпын жаным тек саған. Жалғыз таңдаған, мыңдардан жалғыз таңдаған. Серік болшы сен. Марат аға, что там курьер гүлді берердің ма? Тиктокта роза деп қоймаған соң роза алып кеп бердім. Марат аға, шыны керек, менің жұбым боласыз ба? Жоқ. Қалай жоқ, біздің арамызда болғандар ше? Самал, Қумаш, ендеше құдалар билеп отырыңыздар, сахнада Алатау СЮ. Ол менің ақ періштем, келбетің ақ келіскен. Мен саған ғашық болып қиналдым әттең іштен. Ол менің ақ періштем, келбетің ақ келіскен. Мен саған ғашық болып қиналдым әттең іштен. Сонымен тамашалаймыз достар, өте ұйымшыл сот. Так, 15 жылға сотталасың, кел енді общий фото түсірейік. Ол менің ақ періштем, келбетің ақ келіскен. Мен саған ғашық болып қиналдым әттең іштен. Ол менің ақ періштем, келбетің ақ келіскен. Мен саған ғашық болып қиналдым әттең іштен. Қатты есіріп кеткен мама тату салонында. Самал, саған тату салон ба? Табан масына жұмақты кетіп сәпті. Ол менің ақ періштем, келбетің ақ келіскен. Мен саған ғашық болып қиналдым әттең іштен. Ол менің ақ періштем, келбетің ақ келіскен. Мен саған ғашық болып қиналдым әттең іштен. Өз келінімен өте қатты араласатын қайната. Сен неге тамақ істемейсің, келін емес пе? Не үйттің амайсың? Ұрыспа келінге. Келін жүр темекі шеп қайтамыз. Ол менің ақ періштем, келбетің ақ келіскен. Мен саған ғашық болып қиналдым әттең іштен. Ол менің ақ періштем, келбетің ақ келіскен. Мен саған ғашық болып қиналдым әттең іштен. Бәріміз цыган болған шығармыз. Сонымен тамашалаймыз достар, цыган футболист. Pas vermiş ağa, pas vermiş ağa. O benim ақ періштем, келбетің ақ келіскен. Мен саған ғашық болып қиналдым әттең іштен. O benim ақ періштем, келбетің ақ келіскен. Мен саған ғашық болып қиналдым.
маньяк. Қарындас 18 бар ма? Жоқ. Ол менің ақ періштем, келбетің ақ келіскен. Мен саған ғашық болып қиналдым әттең іштен. Ол менің ақ періштем, келбетің ақ келіскен. Мен саған ғашық болып қиналдым әттең іштен. Жақында Қасым-Жомарт Тоқаев Қытайға барып келген болатын. Сонымен тамашалаймыз, Тоқаев Қытай президентімен кездесуде. түсіндім. түсіндім. Сіз сосын мен түсінбедім, мынау не деп жатыр? Ол менің ақ періштем, келбетің ақ келіскен. Мен саған ғашық болып қиналдым әттең іштен. Ол менің ақ періштем, келбетің ақ келіскен. Мен саған ғашық болып қиналдым әттең іштен. Қыздармен WhatsApp арқылы сөйлескенде дәл осындай жағдай болады. Айдай сұлуым менің, болайын тең сенің. Жауқазындай жанарыңнан бақыт көруші едім. Сенің мекен жайыңа асығып келуші едім жаным. Болашақ келіншегім, сөзіңе жұбанамын. Бақыттан жылағаным, еркесі бір әке, үмітісің бір ананың. Барыңа қуанамын, жаныма шын адалым ау. Өзімізді шәуілдірдіңіз екен оғыз. Жүректі жараламай, өткенді араламай, ғашықтар өмір кешсе болмай ма? Бірін сүйген жүрек шаншиды неге түйреп, сезімді бағаласа болмай ма? Жүректі жараламай, өткенді араламай, ғашықтар өмір кешсе болмай ма? Бірін сүйген жүрек шаншиды неге түйреп, сезімді бағаласа. Рахмет. Мынау сөз соңында біз Түркістанға кеше келгендіктен мама звондап тұр, Альбина, Самал, боқтамаңдаршы. Я, мама, я бірінші орын алдық. Бірінші орын алмадық қой. Мама уайымдамасын деп жатқан. Я, мама, Түркістан өте қонақжай халық екен. Кебетік бірінші орын беріп жіберді. Алматыдан келдіңдер ғой. Терлеп, билеп жүрсіңдер ғой бейшаралар деп бірінші орын беріп жіберді. Сосын Бекарыс ағам отыр ғой, жомарт кісі екен. Мен де өнерде жүрген адам деп өз қалтасына 50 000 теңге берді. Бекарыс ағам жақсы кісі екен. Болды, мама, уайымдамаңыз, ұтып қойдық. Мама, это святое, мамаға айтып қойдым мен. Құрметті қазылар алқасы түркістандықтар, бүгін басқаша ойын болады. Бүгін біз жанға жан, қанға қан, Шимантау Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті. Алатау СЮ, рахмет. Рахмет, бәрекелді. Жалғастырамыз. Бәрекелді деген атына заты лайық бола ма? Оны ойын соңында көреміз. Бәрекелді кірпі, Шымкент. Жайдарман әзіл ордасы болғасын, бір әзіл әңгімеден айтып берейін. Бір күні Қожа Насырға көршісі кеп, Қожа Насыр есегін бере тұршы депті. Сөйтіп Қожа Насыр ана көршісіне қарап, есегім жоқ, өліп қалған депті. Сөйтіп жаңа көршісі үйіне қайтып бара жатса, Қожа Насырдың үй жағынан есектің ақырған дауыс шықты. Сөйтіп жаңа көршісі Қожа Насырға қайттан барып, Қожа Насыр, сен мені алдапсың ғой? Есегің дауыс шығып жатыр ғой десе, Қожа Насыр тұрып, сен маған сенесің бе, әлде есегіме сенесің бе депті ғой. Қалай жағдай? Жақсы, есік ашық тұр ма екен? Соқ кіріп кеттің. Не істеп тұрсың? Жайдарманға дайындалып тұрған ғой. Не дайындалып тұрсың? Ертең Айқын көбігіне бір Туканың анекдоты бар, соны қойып тастайық та. Тентек болып қалғансың ба сен, Туканың анекдоты жайдарманда? Алдараспанды айырып жатыр ғой сонымен. Мынау жын деген ғой сен. Қазылар алқасында кім отырған көріп тұрсың ба? Кім ол? Марат аға отыр ғой. Өткенде тура сен сияқты бір бала анекдот айтып еді, мәкең ашуланды ғой.
ана балам барды да, ей, сен кімсің анекдот айтатын деп еді анау. Мен Жонан Батылдың ұры Айыр деп еді. Айыр болсаң айыр дейді. Бетінен шапалақпен сақ еткізді да. Астынан бір ұртта ұшып білшіктің қағып алды да, мұжып лақтырып жібеді. Ескі ханнан бір-ақ шықты ғанау. Сөйтті да, жолдың астын балдар жинала бастады да, Мәкеңді қоршады ғой. Қаумала, бір екеуінің қолында найзасы бар. Үркітіп ше, бір кезде біреу шын жерді бидейіп тұрып, лақтырып аяғынан саулады ғынан. Тартып еді, Мәкең гүф қылады ғой. Сөйтті да, жан-жағынан шын жермен байлап, әлемнің 8-ші кереметі ұсталды, деді да, керуен сарайдың ортасында қойды ғынан. Сол жерде қыдырып жүргендер суретке түсіріп, андай күшті болып жатыр еді анау. Иханға кетіп қойған бала бар ғой жаңағы. Соны Мәкең көріп қойды ғой. Ананы көрді да, қайттан ашылам шынжырларды пырт өзді да, керуен сарайдың ішінде ары бері жүгірді. Анау өзен деп атқан жоқ, арық сияқты кешіп жүрмі. Тобығынан кеп тұр анау. Сөйтті да бір кез ана баланы қайттан ұстап алды да, Қожа Ахмет Яссауи кесенеге қарай жүгірді ғой. Кесенеге өрмелеп шегіп алды да, бүйтіп ашыланып жатыр еді. Бір кезде Жанболат аға келді ғой. Ей, Марат, тыныштық қыл. Саған базардан әсіппен телманнан 2 сам салдым. Сөйтті да, Мәкең ана әңгімені естіді, жай басылды ғой. Төмен қарай түсті да, мына самсама бұл керек емес, мен бүйрек жегім келеді, бүйрек. Рахмет Жандер. Олжас, Мәкеңмен көп ойнай бермесін. Неге? Мәкең деген кезінде аңыз адам болған ғой. Қош? Көстемесін кезінде от болған ғой бұл кісі. Қош? Қазақстанның түкпір-түкпірінде қыздар Мәкең артынан жүгіретін болған ғой. Қой, мыңдаған қыздар жүгіретін болған ғой. Қазір Мәкең артынан қыздар жүгірмейді. Мәкең қыздардың артынан жүгіреді да, Мәкең де жүгірмейді. Неге? Қаяқтан жүгіреді? Тиктоктан қолы босамайды ғой. Бейгіт, анау Түркістан мен Кентаудың арасында трассада түнде жүрме, Жүрме дей саған, не ағып? Анау жолда бір тұяқты қыз дейтін бар екен ғой сол. Түнде кетіп бар жатсаң, машинаң мініп алады екен. Өткенде түнде кетіп бар жатсаң, бір аппақ киініп алған қыз тоқтатады ғой. Жүрегім зу етті, бірақ қазақтың қарапайым қыз ғой деп отырғызып алдым анан. Қорқып келе жатырмын анау. Басып келе жатып, жай білдіртпей аяғына қарап қойым, кәдімгі қыздың аяғы. Үф деп бетіне қарасам, беті ешкі ананың. Сөйтіп, главный аяқ тұяқ емес дедім да, басты бар. Әзіл көреміз ба? Әзіл ғой. Тамашалаймыз, пазл арнасын жүргізетін жігіт тойда тілек айту үстінде. Сәлем достар, Жансая мен Ержанның тойына қош келдіңіздер. Сіздер Жансаяны жақын танығанмен оның кейбір ерекшеліктерін білмейсіздер. Жансая қарапайым қызға ұқсағанмен негізі оның басы ешкі. Дзюдоист Дидар Хамза егерде штангист болса. Қайрат Нұртастың өкініш фильмі біздің нұсқада. Қойыңыздар соны, ақшасын бере саламыз. Ақшаң керек емес оларға. Ақшаңды алмаймыз дейді. Мына басыңды алады, басыңды. Не, менің басым тауықтың жұмыртқасыма қорадан тер бала салатын. Шындықтың беті ақыр ашылдау. Балам, сен туылғанда бассыз туылдың. Шешең екеуміз сенің басыңды қорадан теріп алғанбыз. Не? Сенің басың шынында тауықтың жұмыртқасы. Менің
басым тауықтың жұмыртқасы жоқ. Балам, сковородканың шетіне ойлаш, басың жар болмаш. Егерде Дидар Хамза тігінші болса, Дидар жіп бере тұршы. Патриоттығы бет алды ұстайтын жігіт түнгі клубта. Ей, бейгот тыныштық па, не oldu? Қуаныштың көз жасы ғой, қазақ қызы стриптиз билеп жатыр. Соғыс кезінде дәл осындай жағдайлар кездескен. Тастап кет мені, бауырым. Жоқ, мен сені тастап кете алмаймын. Тастап кет мені, бауырым. Жоқ, мен сені тастамаймын. Тастап кет деймін, мал. Не болды? Сен басың істейін ба? Өтіп кеттік қой үйден. Бағанадан бері айтып жатырмын, тастап кет деп. Үйден екі остановка өтіп кеттік. Бір таксиде жоқ, ұстай салайын десең. Ой, сонда проблема ма? Апарып тастай салам өзім ақ. Апарып таста онда. Тастап кет мені, бауырым. Жалдар көйлектен, деймен мені сағыяға бөлектен. Рахмет, достар. Сөз соңында құрметті әділғазылар, бүгінгі ойынға 1 миллион теңге тігіліп жатыр екен, бірінші орынға. Ол 1 миллион теңгені мына артта жүрген 5-6 баласы бар командалар алатын болса, бір 150 мың теңге, 130 мың теңгеден тиетті оларға ше. Ол 150 мың теңген жолын, тамағын алып тастайтын болсаң, бір 50 мың теңге қалатын шығар. 50 мың деген не болады ол? Сол ақшаны бізге берсеңіздер, 500 мыңнан бөліп алып. Айтқанда да күшті да, 500 мың теңге. 500 мың теңгеден бөліп алып. Сахнада болған, WhatsApp'та бәрекелді кірпі дейтін группасы жоқ, бәрекелді кірпі. Рахмет. Жүрегімді сенің ағының ауры қылып ап. Қазақстан КВН одағы атынан бүгінгі сайысқа қолдау көрсеткен үшін және ұйымдастыруда белсенділік танытқан үшін Түркістан облысы әкімдігіне, сонымен қатар Түркістан облыстық жастар ресурстық орталығына өз алғысымызды білдіреміз. Тағы бір алғысымыз Аю Фуд фастфуд орталығына басшы Әзизхан осы сахнада, осы залда отыр. Жалғастырайық, қымбат достар, тағы бір қонақтарымыз Медиум Тарас. жылдық тарихы бар қаладан 2000 жылдық бюджеті бар қалаға келдік. Немене бюджеттер ақыретке дейін бөлінген ба? Ассалаумағалейкум, Түркістан! Бюджеттері көп дейсіңдер, Тайқазандағы тиындар сол баяғы көбеймеген ғой. Не айтып отыр? Сен мазға болып қаласың ба? Шайша? Сен, күледі ғой мынау Түркістанға, айналайын Түркістандықтар дамып кеткен. Халқының саны 2 миллион. Тараздың бюджетінен көп халқы, білесің ба? Халқының өзі дамып кеткен ғой бұлардың. Звезда, екінің бір астарлы ақиқатта қонақта отырады бұлар. Білесіңдер ма? Біздің Таразда астарлы ақиқат бұлай тұрсын қосылайыққа звондайтын единса таппай отырып қой біздер. Таразда. Біздің Таразда деген бар ғой, әлі фотобатл ойнап жүр адамдар. Білесіңдер ма? Қонаққа барса бір-біріне вечер деген шоколад апарады. Еще күндіз. Ана суперстар кезетті Әлшер Гаримке дауыс беріп атырық. Әкімдерінің өзі қараса, әкіміміз битеді өткенде есеп беруде. Что-то билға нормально бөлінді ғой, деп қояды. Сол үшін ғой, әкімдерге көп салмақ салмай, үкіметке көп салмақ салмай, қарекеттен ұя беріп атырық қой өзіміз.
сырттан байқап тұрмын бұйырса ұтатын сияқтымыз бар ғой. Жоқ, қойыңдаршы. Ұтатын сияқтымыз. Алдап шақырасаған сендерді. Алдап ойбай, анау Түркістанға жақын кім бар? Тараз бар ғой, солар келе салсын, 3-4 командасы келсін, ойнап кетсін, ойбай. Дейді, сөйтіп шақырасаған сендер. Бүйтіп сеніп қала бермеңдерші. Жаман сеніп қала беретін болсыңдар ғой сендер. Негізі біз жаман сеніп қала беретін болыпсыз, құрметті көрермендер. Мысалы бар ғой, анау горилланың астындағы розовый точкасы барын ішпей зиян десе, соған сеніп жасыл точкасы барын ішіп жүрген. Сосын анау бомждар нанға деп сұраса 130 теңге бере салып жатыр. Сеніп. Анау митинг болады десе, кәдімгідей интернетсіз ойындар жазып дайындалып отыр уже. Сосын анау Мұрат Әбділді түрмеден шығады десе, кәдімгідей қуанып шықты десе, Кәрім Мәсім түрмеде отыр десе, соған сеніп отыр мысалы. Сосын бар ғой. Жоқ, мен ажыраттым деп видеосын көрсетсе де сенбей, біреулердің мені ұрды дегеніне де сеніп қап отыр қой. Өткенде анау комментарийде ойбай Абибасының орнына сендер десе соған алданып қап үміттеніп тұрып мысалы бейшара құсап. Ондай болмайды ғой негізінде. Біз негізі бір адамға сүйінудің орнына біраз адамға сеніп кеттік ау біз. Олай болса ойындарын ютубтан Тоқаевтың өзі қарап жүр деп ойлап жүрген медиум құрамасы кетті. Бізде күнде жиын, күнде той, ой, қалта толған тиын басты түрлі ой, онда әнді қой, просто так не стой. Құрметті достар, бастаймыз. Нұрболат Абдуллиннің қалтасы болмаса қалай болады екен? Егер мені сүймесең, өзін көрсете алмай жүрген диджей тойда. Громче! Көшеде өзінің танысын көріп қалған қайыршы. Рахмет бауыр. Ладно, бейшара отыр екен. Жо, Сәке, сенен аламайым мен. Қой, ал жұмысын мен. Жоқ, өзімізсің ғой сен, Сәке. Ал дейм. Тойға шақырту қағазы мүлдем болмаса қалай болады екен? Құрметті Алишер, сізді Самат пен Аяулымның үйлену тойына шақырамыз. Тойымыз Тараз қаласы, Баласағұн мейрамханасы. Тойымыздың қадірлі қонағы болыңыз. Той иелері Қанат, Гүлсім. Өте ауылдағы букмекерлік кеңсе. Қайраттың тойынан кейін төбелес болады деген кеттікші. Тікпе болған. Не үшін? Той қалалы отыр. Естіңіз ба? Қадаласың. Мен өткенде жаман қадалдым ғой. Масқара қадалдым. Экспресс алам ғой, короче. Анау Ершаттың тойы, Ершат Пазолет үйленеді деген шығады. Бақытбек Мазган ат сүйреп кетеді деген шығады. Ауылда бөтен қой жоғалып, Сәкеннің үйінде жынды шашлық болады деген шығады. Сөйтіп анау мектептің охраннигі ішіп алып директормен төбелеседі деген шығады. Бәрі шығып келе жатыр ғой енді. Соңғысы қалады ғой, короче. Арманның тойында Бейшената бетон бата береді деп тұрмын ғой. Сөйтіп тойға 2 күн қалған кезде Бейшената қайтыс болып кетеді. Қадалам да қалам. Рахмет, сіздермен бірге болған медиум Тараз. Қайғы кетіп барасыңдар шүйіңіз атып? Бірден білдіріп қойдық па не? Білдірген жоқпыз, басқа командаларға сол айтпаймыз, бүгін ойынға 500 мың, 700 мың, миллион тігіліп отыр, бір намекат едік та Тараздан келгеннен кейін. Біздер жүлдесіз ойнап үйреніп қалғанбыз ғой Тараздан. Алғыс хатқа өз атымыз өзіміз жазып алып картина алып бәсе ана арттағы командар ойбай 1 миллион алсақ не істейміз білеміз не істейміз мен кредит алып жатыр ма деп ойлап отырған ғой сөйтсем қаздар алқасы беріп жатыр екен құрмет қаздар алқасы енді бізге бірінші орын керек емес бірінші орын қажеті жоқ бізге бір үшінші орын берсеңіздер иә ана командалардың 1 миллионға істеп беремін деген темасын 500 мыңға істеп береміз біздер сіздермен бірге болған тараздық медиум. Летели биты кулаки, летели пули, мы родились в Джамбуле, выживали, даже если у соперника.
Түркістан облысы әкімі жүлдесі үшін республикалық фестиваліміз жалғасын табуда. Кезекте тағы бір республикалық жоғары лига ойындарының қатысушысы Алматы қаласы Эверест құрамасы. Give me a parachute. Киелі Түркістан алғаш рет біз. Мына жақта бір сәл ауасы ластау ма, байқадыңдар ма? Дұрыс қой, заводтар көп қой бұл жақта. Не завод? Рем завод, хлав завод, жолдың аты. Міне Түркістандамыз, Алматыдан келді. Құрметті достар, біз Алматыдан келгенімізде барлығымыз Қазақстанның түкпір-түкпірінен жиналғанбыз. Мысалға анау Бабай Қорғандікі, мынау Майданталдікі, мынау Ихандікі, мен Шәуілдірдікі кәдімгідей. Кәдімгідей түкпір-түкпірден жиналып қаппыз ба? Одан кейін Түркістанда бір күн жүремізде кәдімгі Түркістанның адамы сияқты сөйлеп кеттік қой. Мысалы қараңыздар, Елнұр, сен үйде нешеусіңдер? 10-аумыз біз. Вот, міне. 10-ау дей салады ғой. Сен қаяқта жүрсің ғой? Сояқта жүрміз. Неғып жүрсің ғой? Әсіп жеп жүрміз. Міне, Марат Достаев ағамыз, TikTok әлемінің серкесі кәдімгідей. Анау Дихи Данияр Дарабоз, Хан Ата, Жозефина дегендердің коллегасы ғой кәдімгідей бұл кісі. Бұл кісі деген Түркістанда бұл кісіге сот жоқ дейді ғой. А деген алғыз, қара деген қарғыз, С деген стрим дейді ғой кәдімгідей. Бұл кісі сұмдық дейді ғой. Бұл кісіге датаво сот жоқ, жұмаға барады екен да, қайтарда өзіне ұнаған аяқ киім киіп кетеді екен ғой. Мәкеңнің алдын қара мысық кесіп кетсе, қара мысықтың жолы болмай жатыр ғой кәдімгідей. Мәкең әгер-әке бір автобусқа отырып қабатса, екі қабат әйелдердің өз орын береді екен ғой Мәкеңге. Марат ағай қалай, жас командалар іштеңе деп атқан жоқ па? Қазір жаман жас командалар. Біз жоғары лигаға жас команда болып түскенде қандай еді? Жаман шулайтын ек қой біз, білесіңдер ма? Біз Мәкеңнің айтқан бірақ ек етпейтінімізді. А дейді айқысын апарып бересің, доказ айтқызбайсың ғой. Д дейді декорацияны жөндейміз. П дейді фанта апарып бересің, Ф-ға тілегемейді ғой бұл кісінің. Вот, фантасын апарып бересің. Бәрін істейтін тіл алғыш команда ек қой. Тіл алғыш біз. Или біз жаман лох команда болғанбыз. Хықтудамыз жігіттер. Хықтудың студенттері бар ма мына жерде? Міне, кезінде жігіттер, мойындаңдаршы. Бәріміз осы студенттер сияқты Хықтуда оқуды. Армандады. Жетіскеннен Казгуда оқу атқан жоқпыз ғой. Балымыз асып кетті ғой, просто осы. Тоқта, сен бейт көтеріп әке құлата салдың ғой, ұят болды ғой. Ой, ректор кубогы емес қой құрсын. Әкімнің кубогы ештеңе етпейді. Ректор бейт естіп қалса не істейді? Ренжімей ма деген ғой. Бізге не істей алады ректор? Максимум Жәкең жұмыстан шығарады, осы кісінің залы ғой. Өзек жаңалық жігіттер жақында мына Оралда түрмеде еркектер қауымы жиналып, әйелдер түрмесіне қарай туннель қазыпты. Туннель қазыпты. Неме, олар бөлек жата ма не? Сен жындысың ба? Түрме ғой енді, еркек бөлек, әйел бөлек жатады да? МКТУ-дың общагасы қылып жүрген ба? Мен ойлаймын да, ақыры туннель қазып жатыр екен да, неғып әйелдер түрмесіне қарай қазған? Бостандыққа қарай қазбай ма деймін да? Ол жақта ондай условия жоқ па, тегіншілік ана жақ ба? Одан кейін, құрметті достар, негізі Түркістанда біз алғаш рет ойнап жатырмыз. Міне, қараңдаршы, қазылар алқасында керемет жандар отыр мінекей. Жәкең отыр өзіміздің. Енді жігіттер, мынау Түркістанға келе сала біз ұнатқан жеріміз ол Ханшайым холл. Ханшайымға бардық, кино көреміз деп Ханшайымға барып кіргізбеді ғой. Түркістанға келдің ба, Яссауиге бар бірінші деді. Кесенеге бардық. Бұл жаққа да кіргізбеді. Бар Арыстан бабқа барыңдар деді. Арыстан бабқа барып бір шырақшы көкем шықты ғой. Неғып келдіңдер балам деді. Аға негіз кино көруге келіп дедік. Шәуілдірден бірақ шықты ғой соңында. Кино да батсыңдар ғой. Оян қазаққа бармын ғой. Ой, жақсы кино ғой, Оян қазақ. Ұнамады анау. Вообще күле алмадым мен. Бір күлдіретін еш жері жоқ. Күлдіре алмайсың ба? Кино түсірме. Сен түсінбегенсің ғой вообще ол кино. Ол патриоттық кино, рух көтеретін кино ғой. Тек қазақтар комедия түсіргенге үйреніп қалғанбыз ғой біз. Олай болса, еңбек етсең емерсің, Эверест сахнада жалғасын.
Алғашқы әзілді Уәлибек көкем сұрап жүр, бермей қойын сіздер көрсін деп. Сонымен өз-өзін өте төмен бағалайтын қыз дүкенде. Мінекейіңіз сізден 10 теңге жетпей қалды. 10 теңге? Мүмкін басқаша келсе. Базарда тәшкі сүйрейтін ағамыз базардан байқаусызда ауылдың әкімін көріп қапты. Жол, газ, су, свет бар. Сонымен Түркістандағы маршрутта. Келесі аялдама шіркеу түсетіндер бар ма? Бар. Кім баласы анау? Шіркеу жоқ. Қазіргі қоғамда кейбір жағдайларға айтуға сөз таппай қалып жатамыз. Сонымен экранға назар аударамыз. Тыныш еді өмірім, көріп сені өзгердім, сүйіп сені көңілім, жұлдыздарға теңедім, сөз таппаймын айтуға, мен жүремін қызылып, түсімде де жүрсің ғой, әзілдерді ұсынып. Сөз таппаймын айтуға, мен жүремін қысылып, түсімде де жүрсің ғой, Түркістанға интернетті ұсынып. Сөз таппаймын айтуға, мен жүремін қысылып, түсімде де жүрсің ғой, алтын медаль ұсынып. Түркістанның жерінде, қызыл тудың көрінде, өз өнерін көрсеткен, алматылық Эверест. Ойын соңында, құрметті достар, біз Түркістанда шынымен алғаш рет ойнап жатырмыз. Білмеймін, бүгін бір чемпион болатын сияқтымыз, алғаш рет ойнасақ та. Бермейді бізге. Өздеріне бере салған сияқты, абырой бар, бәрекелді кірпі. Жоқ, сен ойлашы, үйде жет-желпек пісіресің да, өзің отырып жеп қоясың ба не семьяңмен? Жемейміз ғой. Көршілерге таратып бересің ғой, дұрыс па? Көрші болса талант Оралға береді ғой. Оралдан бастап таратасың ба не жет-желпекті? Жақын көршілеріңе бересің ғой? Мысалы, кім көрші? Мысалға біз сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен Кентаудан келген Эверест. Рахмет достар. Жаным менің жылы сөзім, мен саған айтылады. Жаным менің әрбір күнім өзіңе. Қазақстан КВН одағы атынан республикалық сайыстарға түрлі жобаларға қолдау көрсеткен үшін Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінің басшылығына Қазақстан КВН одағы атынан алғысымызды білдіреміз. Жалғастырамыз. Жайдарманға деген махаббаты мәңгілік. Жайдарманда 10 маусымнан астап ойнап жүрген Жамбыл облысы Жуалы құрамасы. Құрметті достар, біз осы ойынға дейін талай қаланың әкімгі бүгінде ойнады. Сол ойындарда біраз қателіктер жасады. Бүгінгі ойында сол қателіктерді қайталамас үшін басқа қателіктер ойлап шығарды. Қайрат, қойш бол. Нұрсұлтан, не үшін маған қойш дей бересің? Мен айтыңдаршы. Кім? Қойш, айта бер, Нұрсұлтан. Қайрат, мен саған айтқым келгені, бүгінгі ойында ең жас үлкен команда біз. Сондықтан біз дұрыс нәрсе айту керекпіз. Болмаса жюримен ойнау керекпіз. Жюри дейтін қандай ойын ол? Таратыңдар. Қайрат, жюри деген ол ондай ойын емес, жюри деген отыр ғой, залда 6 кісі болып. Бәрі 6-6-тан отырып алған қонақта. Отыр ғой, ең алдында 6 кісі бүгін бізге бағасын беретін. Сол кісілері жюри дейді, солар туралы айту керек. Айтсақ айтайық онда. Бірінші жюри, екінші жюри, үшінші жюри, төртінші жюри, бесінші жюри, алтыншы жюри. Жюрилермен танысып болсақ,
Халықпен танысайық. Бірінші халық, екінші халық, үшінші халық. Мен де таныстыршы. Мұнан жоқ деп ойлаңыздар. Бар деп ойлаңыздар. Жоқ деп ойлаңыздар. Қойшы қазір күйдіресің. Күйгенде күйіп кетсін. Анекдот. Бір сантехник, бір сұлу келіншектің үйінде жұмыс істеп атып, жайлап трубаларын бәрін жөндеп болып, краниктарды істеп, жайлап қолын қағып, әйелге жақындай бергенде сразу прикол басталып кетті деп ойлаңыздар. Қымбат достар, қару жарағы өте аз хандық. Мә саған қылыш, мә саған найза, мә саған. Достар, жирафтар неке қию рәсімінде. Мақырге не сұрайсың? Водолазка. Қымбат достар, Хатико киносына түспей қалған эпизод. Қымбат достар, соғыс кезінде болған жағдай. Тастап кет мен бауырым, тастап кет. Жоқ, сен соғысқа барасың. Бұндай да болады екен. Хатико, Түркістанда. Қымбат достар. Қымбат достар. Қымбат достар. Қымбат достар. Өмірде жаға деген нәрсе болмаса. Не болды сразу емшектен ал. Қымбат достар, аю Америкада. How are you? Қымбат достар, андай шыбын аулайтын қағаз бар ғой, үстінде клей бар. Қағаздың үстінде жабысып отырған шыбындар. Плотно жабысып қапсың бауырым. Отырма. It's a flower, el partisano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. It's the flower. Рахмет достар. Ойын сонда Түркістан туралы айтатын болсақ. Не айтамыз Түркістан туралы? Сіздер емессіздер осы жақтан. Біз білмейміз. Сол үшін басқа нәрсе айтайық. Бүгін 1 миллион теңгені ұтып жатсақ, ауылға барып мектеп саламыз. Аурухана саламыз. Балабақша саламыз. Жол саламыз. Укол саламыз. Сурет салама, сәлем салама, сурп салама. Қайрат, олай айтуға болмайды. Нұрсұлтан, болады. Мен есім Дәурен. Тема. Сіздердің алдарыңызда Triple G, Жайдарманды жаратқан жуала. Сары жасыл қызыл көк түсті нотадамыз, қап-қара кетадамыз, ақ-қара лентадамыз, қайтыр айынға дос, мағайындарға тос, ренжітпеуге тырысамыз, бірден көңіл күйге қосымыз.
6 күн бұрын Алматы қаласында республикалық фестиваль болған. Бір 15 шақты команда қатысты. Сол жерде бас жүлдені осы Жуалы командасы алған болатын. Жалғастырайық. Сондай республикалық талай сайыстарда бас жүлделі орындарға ие болып жүрген көрермен көзайымы Батыс Қазақстан Орал талант құрамасы. Бұлар деген бір сезонның командасы дейді о. Да? Осы жылы әлсіреп қалған ба? Соңымыздан еріп жүрусектер жоза, бізден кейін ойнап кетті бәрі жиза. Неге сен болмай жүрсің маған риза, мен сүйген ойын. Если честно, ойнайды әлі олар, потому что мұнда талап ора. Бізде этикет культура, қайдыңа бірге шулап. Ассалаумағалейкум, Түркістан! Бірінші жюри! Құрметті достар, мына жалпы республика күніне орай ұйымдастырылып жатқан Түркістан облысының әкімінің орай фестиваль. Мына Түркістанға келіп тұрып, бір бай қатының қол астына кіріп алу керек. Анаңның жылулығы жетпей жүрмей саған? Братан, жейма сенікі? Сендер екеуісіңдер ме? Дегенше екі команда депсің сен маған? Жетер болды, братан, құрсын. Не болды екеуің маған көз қарап тұрсыңдар ғой? Кольцевойда екі павильон ұстап, не болды сендерге? Болды оқойында шеше. Мейрамбек, қумашы, тұршы оныңа, тұрш. Командасы Түркістанға бірінші рет келіп тұрып, маңызды ойын. Оның үсті білесіңдер ма, лық толы залы, қазылар алқасында қандай кісілер отыр? Білем қандай кісілер отырған. Кімдер ал? Жанболат ағамыз отыр мысалы. Кім Жанболат ол? Жанболат пен Жазира. Солар келді ме? Ондай сұрақтар қоймашы маған, басты кетіп бар ғой. Легенда ғой, қарашеш міне. Қыту тарифы дейтін команда ойнайды. Легенда мысалы. Марат ағамыз отыр мысалы. Кім Марат ол? Марат Омаров. Қайсысы? Коронавирус, нет, дейтін осы айтатын. Осы кісі айтады ма? Қумаш далаға, көз тимесін, чемпион алғашқы. Марат Достаев ағамыз. Мына Бегарыс ағамыз отыр одан кейін. Кім Бегарыс ол? Шойбеков. Дұрыстап айтшы енді. Дұрыстап айтып тұрған жоқпын, Шойбеков. Солай ма? Басты кетіпсің, айтыскер ақын, азулы ақынымыз біздің. Құрметті Бегарыс мырза, егер де біздің ойынымыз ұнамай отырса, мына айтысып кетуге болады жандағыларымыздың. Мына как раз Дидар Қамиев отыр қасыңызда. Қумаш, Дидар Хамза ол деген. Кім ол? Дзюдоист қой, дзюдоист. Азия чемпионатының жеңімпазы біле білсең. Жақында ғана өзінің спорттық мансабын аяқтаған спортшы. Қай жылғы? 97 жылғы? 97 жылғы спорттық мансабын аяқтағанда? Не өзің сынып жүрсің ерте? Рухани астанада не өмірден төгіліп жүрсің сен өзің? Айтшы маған. Не бір приемдарды ұмытып қалып жүрсің ба? Не жамбас, меница қайсы? Сен дейтін 97 жылғы жалындап тұратын жерің ғой сенің дейтін. Еңсеңді көтер, Дидар! Басың төмен түсірме! Тұр! Оян! Шексіздік тек миымызда біздің! Мен сөз мәселе етпесем, Бегарыс ағаның айтысыңдарға рух алып кішкенен алайсың мама. Ендеше өздерің өмірлік әзілдеріне тәте деп қалатын оралдық талант кетті! Барлығымыздың да дәл осылай ұялып, қысылған кездеріміз болған шығар. Иттің баласы неге сабаққа бармай жүрсің? Шүкір, мама, өзіңіз қайсыздар? Оңбаған ауылға қайт бол. Қарным тоқ, нормально, мама, бәрі біз Әнші Садрадин қызымен паркте. Ауылдық жерде дәл осындай детектив ағаларымыз болады.
Явно ғой да. Сен қайдан білесің? Енді 8 баласы бар, оңай емес қой ағанда бар. Менде таусылмай жүрегім миға қосылмай айналып кеткен басылмай Алла Пугачева әзіл қой болса. Ой Алла, қатырасың бар ғой сен. Менде таусылмай жүрегім миға қосылмай айналып кеткен басылмай Қазылар алқасының құрамындағы Дидар Хамза 2018 жылы Джакартада өткен Азия чемпионатының жеңімпазы атанған. Дәл сол жеңімпаз атанғаннан кейін келесі күні үйінде. Міне жатыр ғой. Ассалаумағалейкум. Тұрмайды. Ассалаумағалейкум. Тартпашы, тарамақ болам. Тренер рұқсат етті сосын ма. Үстіне спортивка тартып тұрып алған, қайдан алдың? Сбордан алдым. Қош. Демеші, қолым ұстамашы. Мына беден чайнып жазып. Ондайды көрсетпейді ғой, қомаш. Қалай ана, Джакартада қалай болды? Жақсы Джакарта. Сенде неше сағат қазір? Қазір 8 ғой. Анда 10 ғой. Қош. Мына спортивканы 500 таскат етіп тұрайын кішкене. Жамбо қойшы осының, жабайлықтарыңдар ғой. 500 енді құрсын. Жоқ, ондай жоқ қойшы. Кешке КВН дейді ғой, барамыз ба, не істейміз? Сол барып кету керек бар ғой. Есіміз есен шығамыз ба, кеттік қой. Менде таусылмай жүрегім миға қосылмай айналып кеткен басылмай Жалғастырамыз Шыңғысханның шатырының алдында. Қалай болды кеше? Чина, қойш дейм. Қойш аяғың мұздай кәдімгідей. Қойш дейм, Чина. Кеше... Кетір. Не? Чинасы нес? Просто жеңгелерін допускать етіп көздіңіз бар ғой. Өшіқпам не... Әлі 400 бар қойшы ана яқта дейтін. Менде таусылмай жүрегім миға қосылмай айналып кеткен басылмай Мектепте дәл осындай мүлдем жетістігі жоқ сыныптастарымыз болған шығар. 11 бітіретін түлектерді қарсаңыздар. Бірінші Батырғали Рауан, грек-рим күресінен Олимпиада чемпионы. Екінші оқушымыз Батырғали Рауан, волейболдан әлем чемпионатының күміс жүлдегері. Бірнеше жастардың дүркін жеңімпазы. Тастемір Әскербек, тазалық секторы. Менде таусылмай жүрегім миға қосылмай айналып кеткен басылмай өтерек әне досылмай Жалғастырамыз кешкі уақыт көлікте. Жалған дүние, жалған екен, жақсы жағдай. Сен мен жақсы көресің бә? Жан айттым ғой, не сұрай бересің енді? Просто кеше туған күнде бір дос балам саған бақырайып қарап отты да. Мен ондайға шыдай алмайын білесің. Сен үшін мен дос балдарымды артпасайын, оны ады өтет бар ғой. Сен үшін мен мына қолдарыммен кесене салып берем ғой, мен білесің ғой. Өлтір мені, өлтір. Кесене салың өтір, өлтір, сол мені. Соны түсінетін бір қыз болса да енді соны білмеймін да мен просто. Мейрамбек, не істеп отырсың сен? Екі қымыз бутылка ішіп алып маған не әңгіме айтып отырсың, Мейрамбек? Қош, түсінбейміз да. Мама, не болған? Құрметті жігіттер, мына Түркістан Шымкент трассасында бір Альфард фура кіріп фарш болып қалған мына жерде дейтін. Ақ жол, қара трасса. Ал жолдарыңыз болсын, ассалаумағалейкум. Мама, не ол? Қарашы, мен үлгерем ба мен? Үлгеріп жатсың, шықшы. Құс. Не қарап өтпайсың сен яғыңды? Басың істемей ма, өліп кетуі қалды? Бас жасайды адам, левый рөлкі маша ала ма, правый рөлкі маша ала ма? Ақшам жеткен осы емес па, нал деп өтсің сен, а? Тек бәрі менен көре берсін, қойш, Мейрамбек бар емес па? Болды енді ренжімеш. Всегда үйстесің бар емес па? Қойш, Мейрамбек болды. Қойш, Мейрамбек болды. Мейрамбек, ішін ашасын. Мейрамбек, ішіме салқын деді деймін. Мейрамбек, ұрпағыңды ойлашы. Мейрамбек, саған бір сұрақ қоямын, тек шын жауап берші. Ана, бұрынғы қызым бар ғой, Динара. Сонымен сүйістің ба? Мен жақсы көрдім ғой, ерінен сүйесің ғой. Понятно. Оны айтсам, мен одан кейін болған жоқ. Қош деймін болды. Мама, жанына мысықты қара.
Алып кетші. Мама, жанына мысықты асырап алайықшы өзімізге. Бірге қылмай алып кетші. Онда мысық екеуміз осы жерде қаламыз. Қумас жарым, ұмытпайды шығар сеңді үйтпей. Онда апартса бізді үйге. Қаяққа? Шәуілдірге. Ой, кет өзің. Махаббат бұл бір майдан, құласам құшақ жайған, дереу қолдарымды жайып, сені сорадым құдайдан. Біздің тағдырлар тоғысты, біз үшін сезімдер соғысты, күнде кеп гүл берейін, қояйық ұрысты, сезімнің отын. Ойын соңында. Түркістан халқы өте қонақжай халық. Мен оны басқа қалаға барғанда да айтып жүрмін да негізі. Өтірік айтады. Бүткіл жерге айтып жүр ғой? Мен бүткіл жерге барғанда да айтып жүрмін, сол Түркістанның халқы өте қонақжай екен. Рахмет, талант орал. Ғасырлық мұң жүрегімде жиналған, жауын болып көктен төгілсінші жаным. Көп рахмет. Қазақстан КВН одағы атынан Түркістан облысы әкімдігіне алғысымызды білдіреміз. Бүгінгі сайыс сіздер үшін, жайдарман көрермендер үшін. Ал енді соңғы командаға кезек береміз. Былтырғы жылғы Жоға лига ойындарының күміс жүлдегері Мәңгі жайдарман атты жобасының қолдаушысы Қазалы құрамасы Қызылорда. Эта песня посвящается всем туркестанским кыздарым. 5-летию вас, Туркестан. С праздником! Мен жайдарманды көп ойнай берем, Есен аға мені қолдайды. Тіпті барлық халық қарсы тұрса да, мен бұл жайдарманды ойнай берем. Барлық көрермендер айтса да, мен бұл жайдарманды сүйемін. Түркістанның әкім кубогінде жар бола көр жаратқан ием. Жар бола көр жаратқан ием. Әліке, не істейсің бастықта? Қайылге Қызылордадан қонақтар кепті. Рахмет, Қызылордадан қонақтар келіп тұр деп мен де аузыма шығып кетіп байқамай ренжімеңіздер. Барлықтарыңызға қош келдіңіздер, көргенімізге өте қуаныштымыз. Мен риза болып жатырмын да кәдімгі Түркістанға келіп 5 жылдық кәдімгі қуанып жатырмын кәдімгі ше. Мен риза болып кәдімгі өзгеріп кеткен ғой. Қатты дамып кеткен. Ол былай тұрсын кәдімгі мен әкімге ризамын ғой. Мына бүгін жайдарман өтіп жатса, ана жақта бүткіл салтанатты шаралар өтіп жатыр. Түрлі кәдімгі байқаулар өтіп жатыр, жастарды қолдап жатыр. Мен әкімге риза боламын ғой кәдімгі. Мен әкімге риза болғаным соншалықты, кеше мына естідім осы 1-2 жыл бұрын жастармен кездесуді бірден бастаған ғой. Әкім келе салып бір жастармен кездескен ғой. Кездескен былай тұрсын кәдімгі бірден балыққа барайық деген. Қош? Балыққа барайық деген ғой бірден. Сөйткенде балыққа барған, бүткіл жастарды жинап алған дейді. Кәдімгі қасында отырып соны балыққа қармақ салмай ма? Сөйтсе басқалар ішкесіне түспейді дейді. Мына әкімге түседі дейді кәдімгі. Қабат, бір өзі қайтадан екінші салады, тағы да балық алады. Үшінші салады, тағы балық алады. Сосын апаратын балдар келген ғой. Ана әкім мырза кетуіміз керек, біз жылжымыз жоқ. Мен жастардың ортасында күшті отырмын, жақсым, жағдайым жақсы, көңіл күйім тамаша. Мен ары қарай балық аулауды жалғастырамын деп. Сол 4-ші рет салған ғой. Сөйтіп тартып не шыққан десе? Не шыққан? Ішкі саясатта 2 бала шыққан ғой. Қарап тұрмын ше, Түркістан қатты дамып кетті. Адам адасатындай бар. Адам адасатындай бар. Шынымен де мен осы Түркістанға келіп бір гид керек ау бізге ше. Көмектесетін адам керек бізге. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар. Қызылордадан қонақтар келіп жатсыздар ма? Иә. Кеше ғана келіп бізге. Не ғой? Сіздерді аралату керек па? Иә, ең бірінші мен сіздерді жәннатқа апарайын. Қаяққа? Жәннатқа. Ол немен айтылған? Жәннат ана деген кафе ғой, кафенің аты сондай да. Тамақ ішетін жер ма? Одан кейін сағат неше болды? Сағат 8 болып қалды. 8 болып кеш болып қалды ма? Жұмаға барамыз. Жұма деген? Жұма базар, түнгі базарға барамыз, сол жерде сауда жасаймыз кәдімгі. Сондай ма? Не іздеп келдіңдер негізі? Сосын барып біз ана тәуіптерге барғымыз келеді, бір арқадан ұрғызып, бір ұратын жерге барып, жолдың астына барайық. Жолдың астына барайық. Ұрып тәубелерге түсіріп рахаттан әдемі болып қайтасыздар. Сондай бола ма деп жақсы ма? Сосын ана сіздерде естіп жатырмын бір қорған бар дейді кәдімгідей түннің бүйтіп күннің батып бара жатқанын бәрі көреді. Кештің бататын жер ма? Назакат, назакат. Назакат қарап тұрасыздар. Закатқа. Назакат несі? Өзің Түркістанда тұрып назакат деп түсіріп жатқан несі Түркістанды? Көтермейсің ба, қолдамайсың ба назакат? Қандай кісілер келіп отыр осы жерде? Қарасаңызшы, қазылар алқасын қарасаңыз, қандай кісілер мысалы? Марат Достоевский келіп отыр мысалы. Жанболат Шораев келіп отыр. Ар жағын танымадым мен.
тоқта сен Бегар сағамда оның ішіне кірген жердің ба сен? Ой, Бегар Шойбеков айтыстың арыстаны, айтыстың снайпері деген кісі ғой. Қазір ренжіп қалады бұл қыз. Сөйтеді да айтыстағы қазылар алқасы сияқты қазалық құрамасы 10 бермеймін, 10 болып қалады ғой опайларымыз. Бегар саға, ренжімеңші, Шойбек Бегар саға, ренжімеңші, Бегар саға, я? Бәке, ренжімейсіз ғой, я? Бека, не обещай. Мақыл. Бегар Шойбеков ағамызды кешірім сұрадың алды. Дидар Хамза ше? Дидар Хамза, Азияның чемпионы. 97 жылық батсың ғой, көресіп алды. Мақыл, жалғастыра бер. Олай болса, Марат Достаевтың істемеген нәрсесі істейміз. Не істейміз? Билікті! Let's go. Jump out the corner of my eye. I see the red light and I don't slow down. Turn the corner to see up ahead. Құрметті достар, сонымен Франциядағы мысық. Құрметті достар, бар қиялымызды іске қосамыз. Counter-Strike'тегі террордың жаназасында болған жағдай. Жақсы кісі де. Жақсы кісі де. Неден кеткен? Настен ақ кеткен дейді. Құрметті достар, қазір бәріміз білеміз, көшеде эксперимент нәрселер көп болады. Сонымен көшеде болған жағдай. Ассалаумағалейкум бауырым. Не түсіріп жатсыңдар? Видео ғой. Дәл осы қазір анаңа мен сені жақсы көремін, анашым деп звондай аласың ба? Сегіз, жеті жа, есіме түсі әкел бересің. Сонымен көлік жуу орталығында болған жағдай. Саламатсыз ба? Көлік жуатын жер. Иә, көлік жуатын жер. Мен күнәларымды жуып бересіз ба? Біз тек көлік жуамыз ғой? Жоқ, сол көліктің ішіне болған ғой күнәларым. Азаннан кешке дейін TikTok'та отқан Марат Достаев. Рахмет, сау болыңыздар, барлықтарыңызға. Эфирді өшірем. Сонымен зоопаркте болған жағдай. Балалар, бұл тасбақаның ең ерекше түрі, өте жай жүреді, өте баяу, жазып алсаңыздар болады. Отбасыда болған жағдай. Үйдік берекесін ал, неге шебересің сен, неге шебересің? ...1941 майданда болған жағдай. Шайрақ, Жолдас Марат, алдымызда бірдеңе келе жатыр. Не ол? Лев! Лев, тащи! Рахмет достар. Түркістанда осындай телевидениелер әлі бар екен. Сарала түсті сиыр жоғалды, мойнында ала жібі бар, еміз өлі бұзаумен, тапқан жағдайда сүйіншісі қомақты. Кесек сатылады, жейтін кесек, кесекті жесең былай, аузың ылай. Аю фуд-фастфуд орталығына жаңа басшы керек. Әйтпесе бұрынғы басшы чекендерді қырып бара жатыр. Қожа Ахмет Яссауи атындағы Титаник асханасында 700 теңгелік комплекс 800 теңгеден нанның қымбаттауына байланысты. Бүгін еркелеген елігіміз, балауыз балапанымыз, Қозыдай Қошақанымыз Құрманбек атамыздың 73 жасқа келген туылған күні.
оны құттықтайды атасы, әжесі. Халық алдында есеп беріп тұрған әкім. Сөйлей берме, былай тұршы. Су мәселесі не болды? Шешіп жатыр қойын, шешеміз алдағы. Суды шешіп. Суды не істейсің? Жылуды айтсайшы. Жылу үшін газ керек қой, газ не істейсің? Тоқтаңдаршы, немене? Жаңа ғана есебінде айтты ғой. Судың мәселесі 2023 шешіледі деді. Біз газдың мәселесі 24-те шешеміз деді. Бір айтылып жатқан нәрсені қайта өзге қойып беріп жатсың ғой. Бір дұрыстау нәрсе қойсай, дұрыстау сұрақ қойсай. Мысалға мен көкейімде жүрген бір сұрақ бар, мысалға соны қойғым келіп тұр. Мысалға әкім мырза, сізде 2 қатын бар дейді, сол рас па? Қандай бақыт сені сүю, қандай бақыт сені сүю, қандай бақыт сені сүю. Рахмет, қандай бақыт 2 қатыны бар, Жігіттер, Түркістан осы. Құрметті Есен аға, сөз соңында бір нәрсе айтым келіп тұр. Енді қарап отырсақ, мына Жайдарманда жол бастайтын, қолдау көрсететін біздің жәкең бар, мәкең бар, ағаларымыз келіп отыр екен. Қазылар алқасында мен ризамын. Сол кісілерді қойғаныңызға, және де Бекарыс ағамызды көргеніме өте қуаныштымын. Неге өйткені осындай жайдарманшы жастардың арасында болып, сөзімізді түзеп, бағыт бағдар беретін кісілер осындай тұлғалар отырғаны дұрыс деп ойлаймын қазылар алқасы. Және де мына жастардың арасында осындай чемпиондарымыз біз ұлықтауымыз керек. Сол үшін чемпиондардың отырғанына мен қатты қуаныштымын. Бірақ заңгер неғып отыр деген сұрақ бар менде. Что-то ойынның арты таза емес па деп жатырмын да. Рахмет, сіздердің алдарыңызда өнер көрсеткен Қазалы. Роза берші, Роза! Көп рахмет. Сайыс аяғына жақындады. Құрметті қазылар алқасы, шешім шығарып келсеңіздер. Ал енді бүгінгі сайысқа түскен барлық команданы сіздердің қошеметтеріңізбен ортаға шақырамын. Командалар сахнаға. Бір қошемет деп жіберейік. Бүгінгі сайысқа түскен командалар. Олай болса енді бүгінгі арнайы қонағымыз Жайдарман жанашыры, кезінде талай қызметтес болдық. Қазіргі таңда осы облыстың дамуына бір кісіде атсалысып жүрген Бейсенбай мырзаны ортаға шақырамыз. Бейсенбай Тәжібаев, Түркістан облысы әкімінің орынбасары. Қадірлі достар, құрметті қонақтар, біздің қасиет Түркістанға қош келдіңіздер. Енді Түркістан енді біз тарихи қала дейміз, осындай тамыры тереңнен жайылған қала дейміз. Бүгін енді жаңа Түркістан жастар қаласына айналып келе жатыр. Оның бір дәлелі осы биыл 5 жылдықтың ауқымында алғаш рет республикалық деңгейдегі осы Жайдарман ойын осы жерде өткізіп отырмыз. Енді Түркістан өңірінде бұл жоба біршама биылғы жылда өте белсенділікпен дамып келе жатыр. Өңірде 140-тан астам команда бар, 500-ден астам ойын өткізген. Мен жаңа есептерін бәрін қарап отырмын. Мұның барлығы осы Жайдарманның жастардың көңілінен шыға бастағандығы, қоғамдағы түрлі жағдайларды қалжыңмен, әдемі әзілмен жеткізу деңгейінің өсуін көрсетеді. Біз енді қазақ халқы бір жағынан қалжыңқой, көп мәселені астарлап, тұспалдап жеткізгенді жақсы көретін жандармыз, сондай халықпыз. Сол жағынан келгенде де Жайдарман біздің табиғатымызға үйлесіп отыр. Біздің ойымыздағыны, қоғамдағыны, ортамыздағыны дөп басып отыр. Сондықтан да осы командада арнайы біздің облыстық әкім клубына келіп отқан командаларға шын жүректен алғысымызды айтқымыз келеді. Қазақстанның осы Алматы, Орал, Қызылорда, Жамбыл, Шымкент өңірлерінен 10 команда арнайы қатысып отыр. Жақсы ойын үлгісін көрсетті. Залдың өзі лық толып, шын мәнінде осындай керемет ойды күткені көрініп отыр. Сондықтан да қонақтарымызға қошемет жасайық. Енді осыны ұйымдастырып отқан азаматтарға да мен шын жүректен алғысын білдіргім келеді. Соның ішінде әсіресе осы біздің Есен аға, Елукен мырзаға. Енді біз жаңа айтып жатырмыз, 20 жылдан астам бұрын бізді
студент кездерімізде осы Есен аға осындай іс-шаралардың басқасында жүретін. Бүгінде барлық дүние өзгерді, бірақ Есен аға өзгермей келе жатыр. Есен аға үшін құрмет жасайық барлығымыз. Рахмет Заки. Өзгермегенде жүргізуші қалпында өзгере емес. Есен ағаның осы өзінің жайдары, ашық болмысымен, осы жасамыс жан дүниесімен өзгермей келе жатқанын айтқым келіп отыр. Жаңа айтқандағыдай біздің өңірге биыл облысымызға 5 жыл болса, биыл Есен Елікөнге 50 жыл болып отыр. Мереке тоймен құттықтағымыз келеді. Есен аға осы жастардың шығармашылық ортаның әрдайым өзі лидері болып, идеялардың генераторы болып жүре беріңіз. Түркістанның төрі сіздерге әрдайым ашық. Жаңа айтқандағыдай ең Қазақстандағы үлкен жастардың легі біздің облыста 600 мыңнан астам жастар бар. Сол жастардың әрдайым осында бір ойларын ізгілікке, жан дүниелерін жақсылыққа толтырып жүруіңізге тілектеспіз. Есен ағаға аманшылық тілейміз. Әлі 60-қа, 70-ке, 80-ге келді, осы жайдарманның төрінде бата беріп жүретін ақсақалына айнала берсін Есен ағаң. Осы жастардың көшбасшысы болып, керемет шығармашылық ортаны дамытып жүрген Есен ағаға Түркістан облысының атынан арнайы құрмет жасауға рұқсат етіңіздер. Олай болса, сайыс туралы қазір алқасы бір-екі сөзден, сосын марапаттауға көшеміз. Кеш жарық қадірлі көрермен. Бүгін тамаша ойын болды. Мына бүгінгі ойын арқылы біз жастардың қоғамымызға, ондағы болып жатқан тіршіліктерге, құбылыстарға деген көзқарасын аңғардық. Оның ішінде біздің Түркістанымызға деген көзқарастарын, оның түкпір-түкпіріне дейін, ықпыл-жықпылына дейін зерттегендерін көріп риза болып отырмыз. Егер күлкі витамин деген сөз рас болса, бүгін біздің қойны қонышымызға дейін витаминге толтырған барлық командаларға алғысымды білдіремін. Нұржан Қожабек. Командалардың дайындығы өте жітік. Барлық команда тең ойында арасында ерекшеленгендер болды. Марат мырза, Есен мырза, сіздерге рахмет осындай ойындар ұйымдастырып жүргендеріңізге. Әділ төрелік болды деп ойлаймын, Құдай қаласа. Жақсы. Дидар Хамза. Кеш жарық, құрметті түркістандықтар, жайдарманшылар, сіздерге үлкен рахмет. Осындай кеш үшін көңіл күй сыйлағандарыңыз үшін Құдай қаласа үлкен жетістікке жете беріңіздер. Рахмет. Марат Достаев. Ассаламағалейкум, құрметті достар. Ассаламағалейкум, құрметті бізді сыйлап, осы Түркістан сахнасын сыйлап келген барша жайдарманшылар, сіздерге ассаламағалейкум дейміз. Негізі сөйлей берсек сөзге қой, бірақ айтатын бірақ нәрсе бар. Жаңа кейбір командалар Казгуды мақтап жатты ғой. Өзімнің университетімді мақтайын, яғни сол университеттің түлегімін Халықаралық Қазақ Түрік университеті. Шымкент бөлімшесі, тарих факультеті, саясаттану кафедрасы. Сол жерді бітіргенбіз, так что МКТУдан да нормальный жайдарманшылар шыққан. Ернар мырза. Ассаламағалейкум, жалпы жайдарманға келген жастарымыз, құрметті жайдарманшылар. Жалпы ойын жайлы жаңа ағаларымыз дұрыс айтты. Қысқа нұсқа айтайыншы, менің негізі бүгінгі фавориттерім фаворит болды. Енді бір-екі команда жаңалық, шын мәнісінде. Жалпы ары қарай жоғары лигадағы келесі ойындарыңызға сәттілік. Есен аға, сізге рахмет. Марат аға, мәке, ұйымдастырғаныңызға үлкен алғыс білдіреміз. Рахмет. Рахмет. Олай болса марапаттауға көшейік. Сонымен бүгінгі сайысқа түскен командаларға марапаттау үшін мен ортаға
Түркістан облысы жастар ресурстық орталығының басшысы Ернар Бектаевты, ардагер айтыскер ақын Бекар Шойбекті және Түркістан облысы әкімінің орынбасары Бейсенбай Тәжібаев мырзаны тағы да ортаға шақырамыз. Марапаттауға көшейік. Қазан Республика күніне және Түркістан облысының 5 жылдығына орай жастар арасында мемлекеттік тілді дәріптеу мақсатында ұйымдастырылған Түркістан облысы әкімінің кубогы үшін өткен республикалық жайдарман сайысында белсене қатысқан үшін Жеки Шаңырақ жайдарман тобы марапатталады. Көз алып кетіңдер, жігіттер. Гүл бар. Ою жайдарман тобы Тараз қаласы. Абырой жайдарман тобы Шымкент. Бәрекелді Кірпі Шымкент қаласы. Медиум жайдарман тобы Тараз қаласы. Талант жайдарман тобы Орал қаласы. Қазалы жайдарман тобы Қызылорда қаласы. Енді үшінші орынға кезек береміз. Ернар Бектаев үшінші орында, өзіңіз марапаттаңыз, кубокты алыңыз. Үшінші орын бізде 500 мың теңге. Сіз негізі ақшасын беріңіз, мен кубокты берейін. Үшінші орын Эверест Алматы. 500 мың теңге. Екінші орынды табыстайтын ақынымыз Бекар Шойбек. 700 мың теңге. Екінші орын Алатау Есеу. Және бас жүлдені табыстайтын Түркістан облысы әкімінің орынбасары Тәжібаев Бейсенбай мырза. Түркістанға биыл 5 жыл, 25 қазан республика күні, Түркістан облысы әкімінің кубогы 2023 жуалы. Қымбаттастар, осымен сайысымыз өз мәресіне жетті. Баршаңызға рахмет. Республика күні құтты болсын. Түркістанның 5 жылдығы тағы да құтты болсын. Баршаңызды мерекесімен құттықтаймын. Жайдарманның жайдар сайыстарда жолыққанша аман сау болыңыздар. Every day, every night, олар жайдарман ойнайды.